Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін 07 Live подкастының кезекті шығарылымы. Мен есімім Мирхат Санғалиев. Бүгін бізде подкастымызда қонақтар Нұрбол Қырықбаев, Жайхаб менеджері және оқушылар сарайындағы IT бөлімінің басшысы, және Медет Бесекенов, Теректі ауданы шағын орта мектебінің физика, информатика мен көркем еңбек пәндерінің мұғалімі. Бүгін жалпы құрметті қонақтар біздер Оралдағы және Орал өңіріндегі IT саласы мен робототехника туралы әңгіме қозғайып тұрмыз. Сондықтан осы саладағы қызмет жасап жүрген мамандар ретінде сіздерді осы подкастқа қонаққа шақырып отырмыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Өзіңіз туралы бір-екі сөз айтып жіберсеңіз болады. Кімнен бастаймыз? Рахмет. Енді аты жөнім Бесекенов Медет Есейұлы. Осы Ақжайық өңірінің тумасымын. Туған жерім Базартөбе ауылы, Ақжайық ауданының. Сол 2004 жылы мектеп бітіріп, сол Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, сол оқуымызды тәмамдап, еңбек жолымыз сол ұстаздық саладан бастадық. Ақжайық ауданы Алғабас орта мектебі деген мектептен бастадым. Қазіргі таңда Теректі ауданы шағын жалпы орта білім беретін мектебінде сол мұғалім болып жұмыс жасаймын. Енді сол мұғалімдікпен қатар сол оқушыларды дайындау біздің енді мақсатымыз сол ғой. Енді мына сол балаларды білімді қылу, бәсекеге қабілетті қылу, сол енді осы салада енді азды көпті айтып жұрт қатарлы еңбек етіп қызмет жасап береміз. Енді әріптесім айтқанша шағын өмірбаянымызды таныстырып кетейік. Есімім Нұрбол болады. Манағыда біз өзіміз Ақжайық ауданымыз, Тайпақ ауылының тумасымыз. Жалпы осы қалада 34 мектеп гимназиясын бітіріп, одан кейін біздің Батыс Қазақстан университетінің физика математика факультетінде информатика пән мұғалім мамандығын бітірген болатын. Енді осы күнге дейін мұғалім болмаймын деп келген адаммын. Жоқ, мұғалім болмаймын, мен программист боламын деп сөйтіп, бірақ өмірдің заңы сол болып бұйырып тұрған мұғалімдікке бітірдім. Содан кейін бітіргеннен кейін былай жұмыс жасадық, проекттармен жұмыс жасадық, бірақ соңында келіп, қазірде сол мұғалімдікке келіп тұрмын. Қазірде мана сіз айтқан сияқты осы оқушылар сарайында информатика пәнінен мұғаліммін, робототехникадан беремін. Жалпы енді мана сұрағыңызға осы өңіріміздегі IT бағыты қазіргі заманда жақсы дамып жатыр да. Себебі жақсы даму үшін біз қазіргі таңда оқушыларды осы IT бағытта оқытып жатырмық. Ол оқыту үшін бізде мына оқушылар сарайында көптеген үйірмелер бар. Мысалы робототехника, бағдарламалау, 3D модельдеу, одан бастап STEM деген бар жинақтары. Сол жинақтары бойынша мысалы оқушыларды осы барлығын біріктіріп, IT деген жалпы бағытты түсіндіріп, болашаққа осы 11-ші мектеп бітірген түлектерге уже бағытын беріп, алдағы уақытта өзінің мамандығын табу бойынша жұмыстанып отырмық Қазақстанда. Енді IT бағыты бұл өте терең бағыт, жалпы бір күнде үйреніп кететін бағыт емес, сондықтан жалпы өте қызықты бағыт. Алдағы уақытта енді осындай IT бағытта жұмыстануды тоқтатпаймыз деп ойлаймын. Мен дейтін жаңа подкасттан тыс әңгіме дүкен құрып жатқан кезде IT мен робототехниканың арасында байланыс бар екенін сізден білген болатын. Оған дейін IT деген жаңағыдай компьютерлік бағдарламалау немесе жаңағы компьютермен жұмыс деген сияқты саладан алшақ жүргесін көп айыра бермейді екенсің. Мына алғашқы бүгінгі пайдалы білімім жинақтаған, яғни робототехника мен IT-дің тығыз байланысы жөнінде. Бізде өңірде негізі жаңағы өзіңіз білесіз, мысалы мектеп бітіріп оқушылар дейтін жан-жаққа үлкен қалаларға ағылып кетіп жатады, сонда дейтін осындай мамандықтардың иесі болып жатады. Ал қазіргі таңда оқушылар мектеп бітіргеннен кейін ешқайда кетпей осы өзінің IT бағытындағы білімін Оралда өңірде тереңдете ала ма? Қалай ойлайсыздар? Қазір енді бұрындар мысалы білім саласында бір ауыл мен қалада мысалы немесе үлкен қалаларда шетелде деп айтамыз ғой біздер. Көзқарасым сондай бір қалай айтқандай бір қағаз жүзіндегі ма, сондай ой жүзінде бір сондай бір бөлетін едік. Ой, біз ауылда ештеңе жоқ, кішкентай қалада ештеңе жоқ, үлкен қала Алматы ғой немесе басқа қалалар деп жаңағы. Енді қазір айтады ғой, мына уақыт өтеді, жаңағы уақыт өткен сайын 50 жылда ел жаңа дейді жаңағы. Соған байланысты жаңағы біздің қазіргі таңда даму жөнінен мысалы біздің Қазақстанда ешкімнен кем емес. Соның ішінде мына Орал қаласының өзінде де жаңағы көптеген жаңағы біз естімеген, жаңа естіп отырған жаңалықтар өте көп. Ашылып жатқан оқу орындары бар, заманауи
Жаңа менің студияда келіп отқан әріптестерім де соның бір куәгері ретінде, мысалы жаңадан ашылған хабтың меңгерушілер, бұл хаб деген өте үлкен бір торап қой, жаңағыдай осындай орталықтар, жаңағы IT-дің нағыз желген шағып майын ішетін орталықтар. Бұлар қазіргі таңда мысалы осылай тұрғанда шетелге барып, немесе үлкен қалаларға барып қажет емес. Осы Оралдың өзінде осы робот техника IT саласына байланысты жаңағы көптеген ақпараттар үйреніп қана қоймай, соны практика жүзінде жүзеге асыруға болады. Оған мысалы біздің өзіміздің жергілікті Орал қаласының өзінде мүмкіндіктері толық жетеді. Қазір Құдайға шүкір, мына елімізде кішкене ғылымды көтеруге, мына техникалық бағыттағы мамандықтарды көтеруге мына жақсы қадамдар жүргізіліп жатыр, қолдау болып жатыр мемлекет тарапынан. Мысалы осыдан 10-15 жыл бұрынға қарағанда қазір осы саланы қаржыландыру өте оң нәтижесін беріп жатыр. Қаржыландыру ұлғайып келеді жыл сайын. Өйткені қазір барлығы түсінді. Жаңағы қарапайым адамнан министрліктегі лауазымды тұлғаларға шейін түсінді. Мысалы елді дамыту тек қана мұнай мен газ емес, оның интеллектуалды адами капитал. Соған байланысты жаңағы адами капиталды дамыту үшін осындай IT ақпараттық қоғамдар. Ақпараттық қоғам дегенімізде ол жаңағы сабақ беру, жаңағы күнделікті байланыс, немесе басқа да мына техникалық салалардың барлығы осы IT саласы, ақпарат саласы қамтиды. Осы саланы меңгеру, бұл әлемді меңгеру, әлемдік деңгейдегі ғылымды меңгеру деп жаңа мен өз басым түсінемін. Сондықтан осы саладағы жаңағы оны уже бұл стратегиялық бағыт. Яғни мысалы кім қай елдің қазіргі таңдағы мына қалай айтқанда ғылыми техникалық, соның ішінде мына инновациялық IT саласындағы мүмкіншіліктер жоғары. Сәйкесінше сол елдің экономикасы да жаңағы әлеуеті де өте жоғары. Сондықтан осыған байланысты қазір мына жан басына шаққанда қаржыландыру, орталықтарды қаржыландыру, осы ғылымды қаржыландыру сәтті жүзеге асып жатыр. Сәйкесінше осындай үлкен орталықтар Орал қаласында көптеп ашылды. Міне сондықтан да мына жастардың да мына қазір мына соған байланысты ақпараттарды оң қабылдап мына берілуінің нәтижесінде мына мектеп бітірген түлектерде осы бағытқа қарай жаңағы несі қалай қадам алу, қадам басу, осы бағытталу үдей түсуде. Өйткені білет бала дейтін қазіргі таңда мысалы престижный мамандықтар дейді ғой, жаңағыдай өте жақсы мына дәрежелі, жоғары дәрежелі мамандықтар, мысалы осы салалар қазір кіріп келеді. Болашақта мысалы осы саламен өмірін жарқын еткізе алады, елге қызмет ете алады. Әсіресе осы саланы дамытылатын жастар жаңағы көбейіп келеді. Мен қуаныштымын осы салаға. Позитивті қарап тұрсыз? Мен позитивті қараймын, өйткені мен осы саланы жақсы көремін. Және осы саланы мен мамандық таңдауыма да осы саланы сол кезіндегі жақсы көруім себеп болды. Осы физика, математика бағытында мамандық таңдау. Мен өзім де осы саланы жақсы көремін. Осы салада еңбектенуші ретінде де, мен сол еңбек етуші ретінде де осы саланы мен дамытуды мен қолдаймын, әрі қуанамын осы саладағы жақсы жаңалықтардың көбейіп келатқанына. Жалпы мысалға Оралды емес, Оралдың айналасында өлкелерді алғанда, мысалға да ауылдық жерлерді алғанда, ол жердегі IT саласына қызығушылығы бар балдардың саны қанша? Бұрынғымен салыстырғанда көш ілгері. Жалпы қарапайым мына логика ғой. Мысалы адамды бір нәрсеге қызықтыру. Бір нәрсеге қызыққан адам, бала оқиды. Мен оқушыларыма айтып отырамын, жаңағы байқаймыз ғой, сабақ беріп жатқанын байқайсың. Бір нәрсені сен 1000 сөзді құрлай айтқаннан гөрі бір нәрсені істеп көрсетсең, бала қызығады. Өйткені ол бұрын көрмеген, адамның жаңағы табиғаты да солай, мысалы көрмеген нәрсесіне еліктейді, көрмеген нәрсесіне қызығады. Ең бірінші мына робот құралдарды бастаған кезде бізде жалпы сондай бір азын-шоғын қолда бар нәрсемен бір қозғалатын нәрселерді құрастырып бір лайфхак жасаған болатынбыз. Сол күні-ақ сол мектептегі балалардың тең жартысы менің артымнан жүрді деп айтады. Өйткені ол сондай мысалы адамның. Соған байланысты қазіргі таңда мысалы осы сияқты бұл бір ғана мысал. Құдайға шүкір қазіргі заманда мысалы мына ақпараттық қоғамда интернет жаңағы нелер материалдар өте қолжетімді. Сосын осыған сәйкес түрлі мына нелер бар, қосымшалар бар. Соған байланысты жаңағы дайындалатын, сабаққа дайындалатын құралдар бар. Міне осылардың барлығы ауылдық жерлердегі тұратын бауырларымызды, балаларды өте қызықтырып жатыр. Енді барлығы қамтыды деп айта алмаймын, бірақ енді сәл-пәл болса да робот техниканың құралдарымен аздап қамтылып келеміз. Соның өзі мен мектепте көрсеткенде оқушыларды жалпы қызығушылық тудырып жатыр. Бұрынғымен салыстырғанда жаңағы қазіргі оқушылардың сондай робот техникадан хабары бар, сосын оны ұстап көріп сонымен жұмыс жасанып жатыр. Осының өзі
жаңағы сол оқушылардың жаңағы қызығатын оқушылардың қатарын көбейтіп осы салаға деген жаңағы оң көзқараспен қарауына себепкер болып жатыр. Сәйкесінше мамандық таңдау кездерінде де осындай ауылдық жерлерде өте көп жаңағы инженериялық мамандықтар, техникалық бағытта мамандықтарды таңдап жатқан. Мысалы қазір мына өндіріс саласында мамандықтарды, осындай IT саласының мамандықтарын таңдау. IT саласы қолданып жатыр. Өйткені бұл уже қазір бүгінгі таңның қажеттілігі. Бүгінгі таңның қажеттілігі, сәйкесінше осыған байланысты мектепте де осындай мамандық таңдау деген курстар бар, соған байланысты жаңа ақпараттар береміз біздер. Көп рахмет, Медет мырза. Енді Нұрбол мырзаға сұрағым мынадай, жақында дейтін бізге өңірімізге Бағдат Мусин келіп кеткен, ақпарат министрі, оның Оралға келуі бір үлкен жаңағыдай не алды ғой, сипат алды, яғни ол дейтін бір нәрсенің сипаты деген сияқты, мысалға өңірдегі IT саласының дамуын бір қарастыру деген сияқты, тағы да бір немесе жаңағы қазіргі кезде Орал өңіріндегі болып жатырған проекттер мен стартаптарды көріп, соны қаржыландыру сұрақтарын қамту деген сияқты бір жұмыспен келіп отыр ғой. Қалай ойлайсыз, осындай үлкен шенді жаңа министрлердің батысқа келіп жатуы тағы да қандай мүмкіндіктер алып келуі мүмкін? Әрине, жалпы бұл Бағдат Батырбековтың келуі ең бірінші себебі ол бізде бәріміз білетін Астана Хаб деген үлкен халықаралық осы стартаптарды қолдайтын Орталық Азиядағы IT центр бар. Ол сол IT центр біздің Орталық Азия бойынша Қазақстанның осы Астана қаласында орналасқан. Сол бойынша біздер осы Астана Хабтың белгілі бір филиалын деп айтсақ болады. Соны біз Орал қаласында Жайық Хаб деп ашқан болатынбыз. Сол ашу бойынша көптеген келіссөздер жүргізілді. Соның бағытында бұл әрбір облысқа жайдан және аша болмайды. Бұл облыстан жалпы IT бағытының деңгейін қарайды біріншіден. Деңгейі қалай өсіп жатыр, яғни ол өсіп жатқан жағдайда сол Астана Хабтың белгілі бір филиалдарын осы Оралға ашуға бел болады. Сондықтан бұл ең бірінші біздің басшыларымызға алғыс айтқым келеді осы жерде, осы министрліктен бастаған осы Астана Хабтың белгілі бір филиалын Жайық Хаб деп ашып, үлкен IT орталық ашылған болатын. Бұл біздің жалпы Батыс Қазақстан облысының өте қуанышты бір жаңалығы болып табылады. Себебі білеміз, министрдің өзі келіп ашып, оқушылардың жобаларын көріп, яғни одан бөлек үлкен IT компаниялардың жасап жатқан жұмыстарымен танысты. Енді бұл жайдан жай ғана емес, ары қарай уақытта осы оқушыларды IT бағытына дегенді түсіндіріп, стартаптар жасап, одан кейін бізде мына Казинновation деген қоғамдық қор бар. Ол осы әрбір жастағы адамдардың үлкен бір стартаптарын жасағанда белгілі бір көлемде, мысалы $2000, $5000, $10,000 көлемінде үлкен гранттар бөлінеді. Сол гранттарды ие болу үшін осы мысалы мана айтып отқан ауылдың мектептерінде де өте керемет проекттар бар. Ауылдың оқушыларында да сол проекттарды осы бізде Жайық Хабқа келіп мысалы қорғап өзінің идеясын айтса, ол өте үлкен мүмкіндік алады осындай гранттар ие болуына. Сондықтан жалпы мына енді былай айтқанда айтишниктарды жалпы қолдайтын үлкен орталық болып ашылып жатқаны. Өңірде IT мамандығын меңгергісі келетін жастар қаншалықты көп қазір? Енді қазір таңда мысалы біздің оқушылар сарайында айта кетсек, 5 IT бойынша 5 бағыт бойынша үйірме жұмыс жасайды. 5 бағыттың өзінде 200-ден астам оқушы қазір таңда қамтылып жатыр, оқытылып жатыр. Енді 200 оқушының ішінде барлығы мысалы қала мектептерден келген, мысалы біреуі 34-ші мектеп, 35-ші, 44-ші жақтан келген оқушылар барлығы да IT-ға қызығып келіп отыр. Біздің тағы бір айтатын мысалымыз, менде үйірмеде осы робототехника үйірме IT үйірмесінде 5 жыл бойы оқып шықты. Бізде Мағал Зейін деген оқушым 22-ші мектепте оқиды. Қазір таңда 11-ші класс бітіріп жатыр. Басында келгенде ол қалай болды? Басында ешқандай IT-дан хабар болған жоқ. Робот дегенде не екенін білген жоқ. Одан кейін барып жайлап IT деген осы, бұны бұлай біз жасаймыз. Одан кейін роботты осылай құрастырамыз. Одан кейін модельді осылай жасаймыз, программа бұлай жасаймыз деп жайлап бағытын үйреткеннен кейін оны
оқушының қызығушылығы артты да. Қазіргі таңда 11 классты бітіріп IT мамандығын таңдаймын деп отыр. Таңдаған өзінде осы басқа өңірлерге емес, осы біздің Махамбет Өтемісов атындағы университеттің факультеттегі информатика және робототехника мамандығына түсем деген құлшыныс танытып отыр. Бұл біздің енді бір үлкен бір жетістік деп айтуға да болады. Жалпы өңірдің оқушыларын осындай IT бағытқа сүйсіндіріп, осылай ары қарай жұмыстандырып жатырық деген. Мынандай бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр сіздерге. Мысалға бәріміз білетін енді америкалық тәжірибеге сүйене отырып қарасақ, көптеген IT компаниялар бір үйдің гаражында басталды дейді. Сол кезде жаңағы сіздің сөзіңізден қазіргі кезде бізде мемлекет бір қаржыландырулар жасап, адамдарға жаңағыдай қаржыландыру арқылы мүмкіндік беріп мотивацияландырып отыр. Бірақ сол кездегі жаңағы Стив Джобс сияқты, Билл Гейтс сияқты бір IT майталмандарын алатын болсақ, ол кезде олар өздерінің шағын гараждарында сол мәселенің барлығын жасап, үлкен бір салаға кірген болатын, ешқандай қаржыландырусыз. Әрине бұл жай ғана салыстыру, дегенмен мысалға атап өтетін болсақ, қалай дамыған қызық, мемлекеттің көмегімен қаржыландырылып дамыған қызық па, әлде өзіңнің энтузиазмымен, өзіңнің жеке мотивацияңмен келіп, жаңағыдай осындай IT майталмандары сияқты Стив Джобс секілді бір жерден, шағын жерден бастап жарып шыққан қызық па, маман ретінде? Енді бұл жерде керемет. Жалпы шетелдің тәжірибесін алып қарасақ, шетелдің тәжірибесінде бұл бізде оқыту бағыты да басқаша, жалпы өздерінің тәжірибесі де басқа. Себебі шетелдік мемлекеттерде бізден шыны керек мойындау керек, IT бағыты бойынша, мына жобалар бойынша өте көп, бірнеше жылдар бойы алда жатыр да бізден. Біз ол бағытты енді ғана игеріп жатырмыз. Енді оқушылардың қазіргі таңда жұмыстану әрине ешқандай үкіметтен, мысалы білім саласынан қолдау керек емес деп айта алмаймыз, шыны керек. Себебі қазіргі таңда өте IT саласы кең ауқымда тарап жатқан кезде бізге үкіметтің де қолдау керек. Себебі әрбір мысалы жасайтын нәрселеріміз өте бір белгілі бір көлемде тұрады. Оны сатып алу керек. Одан кейін оқушылармен оны зерттеп жұмыстану керек. Оны жалпы жұмыстанудың бағытын түсінгеннен кейін барып, мен ойлаймын, оқушылар оны сондай затты ол өздері де жасап шығара алады. Себебі ол нәрсені көріп, ұстап көрмей, бағытын түсінбей, оқушылар оны жұмыстану деген өте қиын деп ойлаймын. Сондықтан енді алдағы уақытта сол бағытта жұмыстанып жатырмыз. Алдағы уақытта бізде де мысалы Қазақстанда да өзіміздің Стив Джобстарымыз алдағы уақытта шығады деген үміттемін. Мен әріптесім сөзіне толық келсем, және сонымен қатар енді ары қарай жалғастыратын болсақ, осыдан мысалы мына жаңа әріптесім дұрыс айтып кетті, мына енді Америка шетел енді мысалы Америка Құрама Штаттары мысалында олар мысалы бірнеше шын ергенін мойындау керек, олардан IT ақпараттық сала бойынша көшілгері дамып кетті. Бірақ мысалы сол жерде бір қоғамдық немесе бір мемлекеттік жаңағыдай құрылымдарын айқындап алу керек. Америка Құрама Штаттары шын керек, олардың қоғамдары былай құрылған негізі. Мен былай зер салып қарап отырсақ, оларда мысалы кезінен ерте кезден бастап, оларда мысалы мына бизнесті қолдауға ерте кезден ақ мән берген. Мысалы мына ерте кезде мысалы оларда қоғамда бір мысалы бір өнер тапқыш бір нәрсе құрастырды. Деген ғылым ретінде қарастырады. Бизнесті дегенде олар кез келген саланы бизнеспен байланыстырады. Мысалы, яғни сен инженерсің ба, бір нәрсе құрастырсаң, олар сосын менеджерлерге, ол инженерге жолығады. Біз сені қолдаймыз барлық жағынан, материалдармен қамтамасыз етеміз. Айда кеттік, біздер іске кірсек, мысалы сенің идеяңды жүзеге асырайық біздер. Автор өзің боласың дейді де, олар сол бір белгілі бір өнімді құрастырып, машина деп айтайық, бір автомобиль құрастырып шығарады. Ол машинаны құрастырып шығарады, оған шығынды аямайды, қанша кетеді. Бірақ есесіне олар біледі де, сол қоғам солай құрылған, ол қоғам соған орай құрылған, яғни жаңағы машина өнімді сатады олар нарыққа шығарып. Нарықта оларға әртүрлі көптеген жеңілдіктер жасалған, жаңағы сөйтіп жасалған. Ол мысалы бір инженердің жаңағы идеясы жаңағы арқылы олар мемлекет пайда табады. Мемлекет те ұтылмайды, жаңағы мемлекет оған жағдай жасайды. Есесіне жаңағы мемлекет одан жаңағы әр сатылымнан түскен жаңағы пайдадан
өзінің белгілі бір үлесін алады, жаңағы өте көптеген пайда түседі. Міне сөйтіп содан кейін тағы бір мысалы иіссу шығаратын ба, әтір шығаратын ба бір биолог физикпен бірігеді, оларға да сондай жағдайда, оларда мына кәсіпкерлікті дамыту өте жеңіл, ғылымды сол бизнеспен байланыстырады. Өкінішке орай кішкене біздерде сол ағымға кеш түскендіктен бізде енді бір орта жолда сәл қалыңқырап қойдық содан. Бірақ дегенмен де енді әлі де біздер андай аузы қу шөппен сүртеуге болмайды дейді. Біздер енді жаңағы сол алпауыт мемлекетте түскен жолға енді біздер жаңа түсіп, сол даңғылға түсіп келеміз. Біздің мемлекетімізде кеште болса осыған кірісіп енді мына кәсіпкерлікке қолдау беріп жатыр, мораторий жариялап жатыр. Міне сол барлығы да сол қамқорлықтар енді басталып жатыр бізде. Енді мен ойлаймын ғой, кейде мысалы осыдан бір 20-30 жыл бұрын дұрыс тұрғыда, сапалы тұрғыда кәсіпкерлікті дамытуға бір не істейтін болса, жағдай жасалған болса, ендіге бізден енді әлемді қопарып тастайтындай демегенмен де осы Орта Азия өңірінде бір брендтер ендіге қалыптасып үлгеретін еді. Бірақ Құдайға шүкір біздерде енді мына қалыптастыратын мына әріптесім сияқты жастар келе жатыр, артымыздан ерген тағы да жастар, жас жеткіншектер, жас буын. Солардың заманында біздер енді бұрын уысымыздан шығарып алған жетістіктерді енді құрастырамыз, енді қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Жалпы мына білімді, ғылымды, техниканы осы бизнеспен, кәсіпкерлікпен байланыстырған және соған сапалы мән беріп, қолдау көрсетіп, қамқорлық жасау әрқашанда ол жаңағы өркениетке алып келеді. Өйткені одан түсетін пайда көп, сәйкесінше түсім көп, елдің де жаңағы жұмыспен қамтылуына, сәйкесінше жақсы өмір сүруіне, экономиканың дамуына үлкен үлес қосады. Мемлекетіміз енді соны жалпы стратегиялық тұрғыдан түсініп, соған енді қолдауды білдіріп келеді. Оның енді шет жағасын жайлап көріп жатырмыз ол қолдауды. Алдағы уақытта жарқын болашақ болады деген ойдамыз. Және сенеміз соған. Мен кезінде бір естіп жатқан жаңалықтардан, кезінде мемлекет басшысы бір сөзінде айтып кеткен болатын, бізде дейтін Қазақстанда өзіміздің Билл Гейтсімізді тауып алу керекпіз деген сияқты бір жоғарыдан бір тапсырма түсетін сияқты, сол тапсырмадан кейін барлығы жыбырлай бастайтын сияқты бір тенденция көрдім кезінде. Алайда қазіргі кезде мысалға IT саласындағы дамуды қарап тұра, мен деген мынандай сұраққа да көңіл аударғым келіп тұр. Қолымыздағы смартфондар мен компьютерлардың барлығы енді сол IT мамандарын жасап жүрген нәрсесі ғой. Енді қазіргі кезде бәсекелестік деген бір адам мен екінші адам арасындағы байланыс бәсекелестік емес, бәсекелестігі мына интернетпен, яғни зейінмен жаңағы белгілі бір саланың қызығушылығы арасындағы бір бәсекелестік болып кетті. Мысалға, сіздер оқушыларды өздеріңізге баулайсыздар, мысалға алып келіп жаңағы оқытуға, оны қалай мотивациялайсыз? Яғни мысалы кейбір кезде ата-аналар да өздерінің балаларын телефоннан ала алмай жатады, өйткені деген зейін қатты кіріп кеткен телефонға. Сол сияқты мысалға мүмкін сіздің тәжірибеңізде болар, жаңағыдай ата-анасы келіп өзінің баласын робототехника үйірмесіне беремін деген сияқты, бірақ баланың қызығушылығы ондай қатты болмайды. Сол кезде енді сіз екеуіңіз де мұғалімсіз ғой былай қарағанда. Қалай баланың көңілін өзіңізге аударасыз? Жалпы енді көп жыл тәжірибем болмаса да 5 жыл 6 жыл жұмыс жасадым біз мұғалімдікте. Бірақ көбі осы мана айтып кеткендей, сіз айтып кеткендей көрген нем ата-аналардың қазір мына енді балалардың былай қарасаң бір если біздің гаджеттарымызды дұрыс қолдансақ, ол балалардың, оқушыларымыздың досы, дұрыс қолданбасақ жауы болып табылады да. Себебі көбі білеміз, қазіргі дүниеге келген сәби 1 жасынан бастап, дүниеге келгеннен бастап телефонды көз алдына беріп қояды ата-аналар. Содан телефонды алмайды. Ол алғанда бір жақсы зат қарап жатса екен. Ол барлығы мысалы әртүрлі мультфильмдер, шетелдің мультфильмдері, неше түрлі заттарды қарайды да. Ол соны өсіп келген бала, одан 10 жасқа келгенде ол баладан ол телефонды тартып ала алмайсың да. Оны тартып алу мүмкін емес, ол бейімделіп кеткен. Ал оны тартып алмай, оны тек пайдалы жағынан жұмыстанудың себебін қарау керек. Оны біз мысалы осы IT бағытындағы робототехника үйірмесінен көптеген біздің пайдасын көріп жатыр. Себебі ата-ана келеді бізге, балам деген телефоннан шықпайды, неше түрлі заттарды алып береміз, дым қызықпайды. Мысалы осы мен жұмыстан көрініші, может қызығушылығын ашарсыз деп жарайды дейміз, жұмыстадамыз, белгілі бір
әр оқушының бір деңгейіне, жасына қарай байланысты бізде өзіміздің робототехниканың үлкен бір наборлары бар. Мысалы 5 жастан 6 жасқа дейін, 10 жастан 15 жасқа дейін деген сияқты. Сол нарығы беріп көрсетеміз. Міне бізде осындай үлкен конструкторлар бар. Осындай үлкен роботтар жасауға болады. Ол роботты аралда уақытта жүргізесің, сөйлетесің, билетесің деген сияқты жайлап мысалдарды көрсетіп, әрбір біз белгілі бір роботтарды құрастырғанда баланың деген бірден демей, сәл жайлап келе бере зейіні ашылады, қызығушылығы пайда болады. Себебі әр баланың белгілі бір затты құрастыруға деген қол өнер, моторика деп аталады. Соған өте қызығушылығы тез оянады да. Сондықтан белгілі бір роботтарды құрастыру ол баланың өзінің бір кішігірім бір жетістігі болып саналады да. Мысалы, ол біз үшін мысалы қарапайым робот болса, тек бір алады да, мына жерден ана жерге дейін жүрете алатын робот болса, қосып, ол бала үшін үлкен бір жетістік те. Мысалы, манағыдай үлкен бір затты жасау үшін осындай кішкентай заттан басталады ғой. Соны кішкентай затты бастап жасайды, одан кейін барып уже оқушы өзінің қызығушылығын оятқаннан кейін ол сол үйірмеден шықпайды. Қазір айтқам, мысалы, мен таңертең 9-да келемін жұмысқа, менімен бірге қатарласып келіп отырады ол балалар. Одан кейін кешкі айтады, мысалы, мен жұмыс уақыты бітті, 6-да үйге барайын десем, жоқ ағай, қалыңызшы, 1 сағат, 2 сағат тағы жұмыстанайық деп сөйтіп, қалай сағат 11 түнгі 11 болғанын білмей қаламыз. Сөйтіп 11-ге дейін сол балалармен жұмыстанамыз. Сол уақыт аралығында біздің балалар телефон ұстаған көруге жоқ, шыны керек. Телефонға тіпті жоламайды да, сол барлық қарайтын нәрсесі сол роботта айналысады. Шетелдің тәжірибелерін қарайды, YouTube каналынан, тағы басқа нәрселерді қарайды. Себебі уже баланың ынтасы ашылды, қызығушылығы бар, өзінің белгілі бір продуктысын деп аталады. Мысалы, Қазақстанда өзімізде продуктысын, белгілі бір роботын немесе техникасын жасап шығаруға деген қызығушылық артады. Қазіргі таңда біздің оқушылар сонымен бойынша жұмыстанып жатыр. Ғылыми жоба, стартаптармен жұмыстанып жатыр. Енді алдағы уақытта манағы айтқан сұрақтарыңыз бойынша алдағы уақытта осындай қызығушылық танытқан оқушылардан енді 5 жыл 10 жылда немесе ертең-ақта ол оқушылардан үлкен бір жоба шығуы мүмкін де. Сондықтан қазір мысалы қарап отырған ата-аналарға да айтқым келеді, біздің үйірмеге жазылсын балалары. Біз өте қуанышпен қарсы аламыз. Барлық үйірмелеріміз тегін біздерде. Және баланың белгілі бір ынтасын ашып, ары қарай жұмыстанып, IT бағыты деген сөзге үлкен түсінік береміз деп. Неше жастан бастап келуге болады? Жалпы негізі оқушы бізде 5 жастан деп айтуға да болады, бірақ әрбір баланың өзінен бір алып кететін жастары болады. Мысалы, 10 жаста бала қызығушылық танытпайды, 15 жаста танытуы мүмкін. Сондықтан 5 жас, 4 жастан бастап та біздің үйірмеге келе беруге болады. Сол үйірмеде жұмыстанып, ары қарай өзінің проекттарымен жұмыстанады. Өзінің үйірмеге деген қызығушылығын танытса, ары қарай оқушылармен жұмыстанамыз деген. Көп рахмет. Медет мырза, сіздің ойыңыз қалай? Мен осы Теректі ауданына 2015 жылы қоныс аудардым, Ақжайық ауданына. Сол 2016-тан бастап сол Теректі ауданы аудандық балалар шығармашылық үйінен үйірме берді. Жарты ставка деген 0,5 ставка дейді. Сол жаңағы резюмеміне қарап отырып берген ғой, осылай жұмыстанатынымды көріп, сосын сізге сенім артайық, көрейік қалай жұмыстанар екенсіз деген сияқты. Сосын мен алғашқы сол күндерден бастап үйірме ашқанда, сол Технополис деп аталатын үйірме аштық. Сол 24 бала мен байланысты аштық, сол үйірмеге әлі де жұмыстанып келеміз. 24 бала. Алғашқы күннен бастап енді баланың енді қарайтын, қадағалайтын ата-анасы бар. Сол ата-аналармен бірден байланысты қоюға ұмтылдық. Өйткені тек қана ол мектепте 4-5 сағат мектепте болумен қатар, ол енді басым көпшілігі үйде болады, сондықтан үйден де кішкене ата-ананың қарауымен қаралу керек. Сол кезде де жаңағы баланың андай бос жолдыбай, керексіз, қажетсіз заттарға, жаңағы ақпараттарға қарап, энергиясын құртып жаңағы отырмай, жаңағы еліктемей, жаңағы кішкене пайдалы жұмыстармен айналысу туралы бірден жаңағы жұмыс жоспарын жасағанда соларды кішкене ескердік. Жаңағы ақпараттар, жаңағы әріптесім айтқандай түрлі ақпараттар беріп, интернеттен материалдарды қарап, біздерге енді аралас етіп алдық. Жалпы техникалық үйірме болғанмен де аралас етіп алдық. Енді химиялық, биологиялық әртүрлі эксперименттер бар, қазіргі таңда түрлі лайфхактар бар ғой. Баланың іш пісіп кетпеу керек, сол уақыттарда қосымша сондай қызықты тапсырмалар, үйден жасайтын андай қауіпсіз эксперименттер, ата-анасымен бірлесіп жасайтын көбіне сондай тапсырмалар беремін.
осы мына әсіресе мына соның жемісі мына неде көрінді, мына 2020 жылдан бастап. Енді еліміздегі пандемияға байланысты не болды, карантиндік. Сол кезде қашықтан жасадық. Сол кезде енді сол шәкірттеріміз енді манағы сол үйірмедегі өздерінің бойларын үйреткен түрлі лайфхактарды, нелерді жасап, жұртшылық назарына ұсынды. Онлайн түрде өте сондай қуанышты. Бір жағынан бұл енді өте шағын ғана көлемде болса да, қуандық. Мысалы, осындай бір қалай нысана қойса, талап қойса, сондай балаларды бір энергиясымен интеллектісін, осындай бір пайдалы, қауіпсіз, бір пайдалы, әйтеуір жарқын болашақ арнасына бұру туралы. Енді ол тек менің үйірмеммен бұл қала өңірімен салыстырғанда өте шағын ғана, тек бір 24 баланы қамтимыз, бірақ дегенмен де ауылды жерлерде осындай қызығушылық танытады. Өйткені ауылды жерлерде өте мына үйірмелердің саны кішкене аздау. Енді ашылып жатыр мына өнер саласындағы үйірмелер. Оған дейін көп жоқ еді. Кішкене спортқа қатысады. Былай, бірақ дегенмен де енді жан-жақты өнер саласына әр баланың қабілетіне байланысты үйірмелердің көп болған жақсы ғой. Сондықтан да енді өзім жетекшілік ететін сол үйірмеде осылай жұмыстанып келемін. Азды көп тәжірибемен әріптестермен бөлісіп отырамыз. Мектепте, үйірме көлемінде, аудан көлемінде семинар барыстарында түрлі. Жалпы ғылыми жобалар мен жетістіктер жайында айтып кетсек, кез келген жаңағыдай осындай проекттер басталған кезде оларды бір жерге барып көрсету керек, басқа осындай единомышленниктер дейді орысша айтқанда, сол жерде бір жиналыстар жасап, сол проекттерді көрсету керек. Сондай арнайы ұйымдар осындай ғылыми жобалармен айналысатын сондай бір слеттер жасайды ғой. Бізде жаңа қаланың төңірегінде, ауданның төңірегінде бір мақтанып айта алатын жетістіктеріңіз бар ма? Ғылыми жобалар бойынша, жарыстар бойынша, жаңа робототехника, IT саласында, яғни қандай мүмкін бір жаңашылдық енгіздіңіз ба деген секілді өзіңіздің салаңызға. Енді жастар жағы жақсы қарқынды дамып келеді ғой. Сөзді жастарға берейік. Осы IT хаб бар, оқушылар сарайы өте үлкен жетістіктермен көзге түсіп жатыр. Рахмет. Жалпы бірінші жетістіктерге тоқталып кетейік, содан кейін өзіміздің жобаларымызды айта қоямыз. Жалпы жетістік деген енді кеше ғана жеткен жетістігім емес, 5 жылдың 6 жылдың еңбегі, шыны керек. Басынан бастап біз оқушылар сарайында ең бірінші айтып кететін, бұл бізде тек фанаттар жұмыс жасайды. Осы робототехника қызығатын, осы белгілі бір деңгейде үлкен бір жобалар жасағысы келетін клиент біздің фанат оқушыларымыз барлығы да. Себебі оларды мана айтып кеткендей, біздің оқушылар сарайына қуып шығара алмайсың. Демалыста да демалмайды оқушылар. Келеді, жұмыстанады, бірақ сабағының барлығы жақсы жетістікке жетіп жүр, сабағының барлығы жақсы. Ең алдымен біз жұмыстанғанымыз осы 2-3 жыл бұрын шығар, осы қалалық деңгейде бізде мына лего қораптары бар дейді. Сонда біздің оқушылар сарайында 2 ғана қорап болған болатын. 2 ғана қорап, ол ешқандай ештемеге жетпейді. Сонымен біздер жарысқа қатыстық. Көрші бізде өзіміздің мектептер бар, сол мектептермен ынтымақтастық орнатып, сол мектептерден мысалы Назарбаев мектебі, 46-шы мектеп, біздерде сол мектептермен қарым-қатынас орнатып, олардан лего қораптарын уақытша жарысқа ала тұрдық. Сол жарысқа алып, қораптармен жарысқа қатысып, қалалық деңгейде көрдік. Ол әрине ең бірінші орын алып кеткен ештемеміз жоқ, жалпы тәжірибе үшін қатыстық. Одан кейін барып келесі жыл тағы қатыстық. Одан кейін облыстыққа қатыстық. Одан кейін барып уже жайлап 3-ші орын алып бастадық облыстан. Одан кейін облыстан алғаннан кейін неге біз осы енді оқушылардың белгілі бір несі орындалды ғой, облысқа қатысты, енді неге өзіміздің бағымызды республикада сынап көрмейік деп. Одан кейін Алматы қаласында осы өткен жылы желтоқсан айында Алматы қаласының әкімінің кубогын үшін осы робототехникамен және инновациялық жобалардың үлкен байқау болған болатын. Сол байқауда біздер 200 команданың ішінен 3-ші орын алдық. Бұл енді біз үшін республикалық деңгейдегі үлкен жетістік. Біз ана жерде қуанып, орын алғаннан кейін енді келесі жарысқа тағы қатысамыз, енді орын аламыз, бүйтеміз деп үлкен пландар құрып, әрбір жарыста біз үлкен мотивация алып жатырдық. Енді сол мотивациямен ары қарай жұмыстанып, халықаралық деңгейде, орталық Азия деңгейінде осы робототехникадан, бағдарламаудан үлкен бір жарыстар болды, оған қатысасың ба деп, жалпы біздің команданы, жалпы мына оқушылар сарайының командасын
жалпы батыс қазақстанда осы республикада таныла бастады. Ол біздің команда, бізде қазір Жайық Тим деген команда, одан кейін Хайтек командасы деп өзіміз осылай бөліп алдық командаларымызды. Ары қарай орталық Азияда осы 2023 жылдың қаңтарында орталық Азиядан үлкен чемпионат өткен болатын. Осы Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей мемлекетінің командалары қатысты. Соның ішінен біздер мына Social Media Challenge деген категория бар. Содан гран-при ұтқан болатынбыз. Енді осыны ұтқаннан кейін біздер кеше ғана қалалықтан ұта алмай жатқан команда қазір таңда орталық Азияны ұтып кеткеннен кейін уже сезім басқаша. Жұмысты одан сайын қыздырап, оқушыларымызбен одан сайын жұмыстанып, белгілі бір көлемде өзіміз бұрыннан бері босқа жұмыстанбаған екенімізді түсіндік. Енді ары қарай жұмыстану керек, енді шетел көру керек деген мақсат болды. Белгілі бір мақсатта тұрып қалмай, одан кейін Хелли Берри Кап деген болды бізде тағы. Бұл енді халықаралық деңгейдегі жарыс. Бұнда үлкен мемлекеттерден үлкен дүркін бұрыннан бері қатысып жатқан шетелдің командалары бақ сынасқан үлкен жарыс болды. Сол жарысқа көрейік дедік оқушылармен. Қарайық, біздің бастысы орын алмасақ та қатысып көрейік деген ниетіміз болды. Бір айдан астам дайындалдық. Бірақ сол қатысып кетіріп, ең бірінші кругта толған 50 команда ішінен топ-10-қа кірдік. Одан кейін екінші кругта топ-5-қа кірдік. Барлығы бір командамен істеп жатсыз ба? Екі команда апардық. Сол екі команда дәл бір жарысқа қатысып, екеуі де былай теңбе-тең жатыр да. Екі команда апарған себебіміз, бір команда ұтылып қалса да, бір команда әйтеуір бірдеме етіп ілгеді-ау деген сияқты. Сосын 12 оқушы бар, 6 оқушыдан бір командада, сосын 12 оқушыны бір команда етіп апара алмағандықтан, сосын екі командаға бір жағынан бөліп. Сосын бұл жарыс тек роботтардың жарысы болған жоқ. Бұл жарыс 5 категориядан болды. Яғни ол ең бірінші роботтардың жарысы, яғни ол роботқа белгілі бір 15 тапсырма береді. 15 тапсырманы орындап үлкен балл жинап шығу керек. Максимальный балл 410 балл болды. Одан кейінгі екінші категориясы ол ғылыми жоба жасап бару керек болатын. Сол команда ғылыми жоба жасап, белгілі бір энергия бағытында, энергияны қалай үнемдейміз, қалай жинақтаймыз деген тақырыпта жоба жасау керек болады. Екінші бізде бағыт. Үшінші бағыт ол өзінің командалық құндылықтарын, яғни қалай команда дайындалды, бұған дейін қалай өзінің белгілі бір команда ретінде өзінің тәжірибесімен бөлісті, яғни өзінің әр команданың белгілі бір формалары болу керек деген сияқты. Сондай болды. Сосын төртінші категория бар. Ол төртінші категория бізде пит-зона деп аталады. Яғни оқушылар өзінің белгілі бір жарыс басталғанға дейінгі демалатын орындары, сол орындарын үлкен етіп безендіріп, өздерінің жобаларын, мысалы әрбір адам өтіп жатады мына жерде. Сол өтіп жатқан жерде барлығы өзінің жобаларын қорғау керек болады. Сол 4 категория бойынша қатысты. Жарыс деген 3 күндей болды. 3 күнде әрбір категория бойынша қатысып келіп, соңында енді өзіміз күтпегендей нәтиже болды, шыны керек. Ана жерде соңғы финальный раундта біз Дубайдың командасы шығып жатыр. Топ бастап ол 3 раунд бойынша бірінші кетірді Дубайдың командасы. Біздер тек соңында жайлап іліп кетірдік. Одан кейін Дубайдың командасы финалға шықты. Екінші финалистер біздерде осы Орал қаласының Хайтек командасы және Жайық командасы деді. Ана жерде біз финалға шықтық. Не деген эмоцияны қазір таңда өзім айтып жеткізе алмаймын. Содан мен финал басталды. Финал басталғанда жайлап роботтарды құрастырды, сол ғылыми жобаларын құрастырып, барлығы жасап жатқан кезде белгілі бір уақыт берді. Сол уақыттың ішінде бізде балдар болады. Сол бал онлайн режимде таблицасы сразу обновить етіп тұрады. Сол кезде Дубайдың командасы алдай кетірді. Атылдық-ау деп ішімнен ойлап кетірдім да. Жарайды, осы екінші орынға да жетсек жарайды дегенде, мен Дубайдың командасында белгілі бір тапсырманы орындады, 15 тапсырманы, біздің де 15 тапсырманы орындады. Содан кейін өзінің төрешілері болады, арнайы сол төрешілер есептеп келді де, қарағанда Дубай командасы 275 жинаған, 410 балдың 275-ін жинаған. Оралдың командасы деді, тұрып қалды да, осы жерде пауза ұстап қалды. Сосын деп тұрсың. 355 дейді ана жерде. Өзімізді бала болып секіріп ана жерде
шынымен чемпион болдық па деп аналар бәрі не істеп, Дубайдың командасы бізге келіп, орысша айтқан мысалы достойный соперниктер болдыңдар деп, рахмет деп ойынға деп. Сол кезде енді шыны керек осы 5 жыл жұмыс жасағанда көз алдына барлық осы еңбегіміздің нәтижесі көз алдына келді. Бұның барлығы кеше ғана келген жетістік емес, осы балаларымызбен жұмыстанған жетістігіміз ау деп. Сондағы осы халықаралық деңгейдегі абсолюттік чемпионның атағын алдық осы екі командамен. Бұл өзіміз үшін шыны керек әлі туылсын. Жүректе қалған бір жарыс болды. Енді осының арқасында білім министрі, әртүрлі деңгейдегі басшылықтар бізге шығып құттықтап, оқушылар сарайы деген бар екен, осындай робототехника үйірмесі бар екенін біліп, бізге өте көп қолдау айтып, одан кейін Орал қаласына келгеннен кейін білім басқармасы, яғни облыс әкімдігінің орынбасары Бақытжан Хабирович өзінің қабылдауына шақырған болатын біздің оқушыларды. Осы не жарыс екенін сұрап, алдағы уақытта қандай көмек керегін сұрап, барлығын қолдау білдірген. Бұл біз үшін өте бір керемет қолдау болды, шыны керек. Енді осының арқасында біздер қазіргі таңда осы 2023 жылдың тамыз айының ортасында біздер осы командамен Қытай Халық Республикасына үлкен бір осы суперфинал болады. Сол суперфиналға аттанайын деп отырмық. Осы Оралдың оқушылары Қазақстанның атын қорғауға барайын деп жатырмық. Ендеше сәттілік, керемет. Бұндай жетістік расымен де үлкен тәжірибенің арқасында келеді деп ойлаймын. Өйткені жаңа өзіңіз айтып кеткендей, ол бір күндік шаруаның мәселесі емес, үлкен еңбектің күнделікті жасалып жатқан іс-әрекеттің бір үлкен жемісі ғой. Көп рахмет осы керемет әңгімеге. Енді аудан жаққа қарай келетін болсақ. Өзіңіз енді айтқандай біздер әріптесімен де халық мына керемет команданың жетістіктерімен құтты болсын. Енді алдағы жатсаңыз, біздер енді мынау еңбек жолым сол университет бітіргеннен кейін ауылдық жерге кеттім де, сол қалау бойынша енді ата-ана бар дегендей ауылда ол кісілерге қарайласу керек деген мақсатпен сол ауылдық жерде қалуға тура келді. Сосын енді еңбек жолымды мен 2008 жылы бастадым. 2008-де университет бітіріп ауылдық жерге кетіп, содан бастап сол алғашқы күннен бастап саяқ беріп жүріп ойға келді. Енді бұл құр ғана саяқ беру, ол екінің бірінің қолынан келеді. Жұрт жүрмеген жерлермен жүріп көрсек қалай болады деген сияқты, немесе бір жаңа осындай бір нәрсемен шұғылданып, зерттеу жұмыстарымен шұғылданып мені қызықтыратын еді. Бала күнімнен қызықтыратын еді, бірақ ол кезде біздің кезімізде кішкене ондайға мүмкіндіктер болмады. Бірақ енді өзімді дайындамаса да, мен өзім біреулер дайындайын деген, сол балалар дайындайын деген сияқты бір ой келді. Сол 2009-дан бастап жайлап аудандық деңгейдегі ірілі ұсақты сол жарыстарға қатыса бастадық. Енді басында кішкене ұтылып қалып жүрдік, енді қолымызда ештеңе жоқ, тәжірибе жоқ дегендей, сол көргеніміз істеп. Ең кішкене қомақтылау қол жеткізген табысымыз мынау облыстық балалар техникалық шығармашылық орталығы деген орталық бар. Сол оқушылар сарайының ғимаратында орналасқан қазіргі таңда. Сол орталықтың жаңағы бір жіберген хаты себеп болды. Мектеп директорым бір күні жаңағы шақырып алып тұр мені. Ол кезде сол Алғабас орта мектебінде. Міндетімнан қарашы, мына біз түсіндірмей жатырмық, бұл техникалық бағытта сен осындай бір ұсақтау жарыстарға қатысатын едің ғой. Не осыған қарашы деп. Сосын жаңағы жастар шығармашылығы деген бір байқау келіп тұр екен. Соған бір 9 бағыттан тұрады. Соның ішінде жаңағы ойланып сол баламалы энергетика бағыты бойынша қатысып көрсек қалай болады деген бір ой туындады. Сосын бір баламалы энергия бағытында бір жаңа ойлар бар еді. Ой қалыптастырып бір 10 шақты күннің ішінде идеясын құрастырып, әйтеуір қолда бар құралдармен құрастырып шығарып, сонымен қатыстырып, сол ойланбаған жерден 3-ші орын алдық. Біздер негізі ойладық, енді майталман оқушылар барып тұр, енді бұрыннан қатысып жүрген балалар бар екен. Сосын жаңағы біздің идеямыз сол ұнаған болу керек, жаңа бір идеяны алып бардық та, сол идея қолдаймыз деп жаңағы ол кезде Шоңырайып Шаймардан Рамазанұлы деген басшы кісі, сол кісіге рахметімізді айтамыз, сол кісінің бастаған ұжымға сол кездегі сол қолдаумен сөйтіп облыстан 3-ші орын алып 3-4 күннен кейін бізге хабарласады, жаңағы Павлодар қаласында жаңағы жарыс болады қараша айында, соған дайындаласыздар, сіздердің идеяларыңыз мақұлданды, енді идеяларыңыз жақсы екен. Біздер оған тіпті не күлерімізді не жыларымызды білмей қалдық. Енді содан сол мотивация берді. Сол күннен бастап сол жарысқа қол үзбей қатысып бастадық. Содан кейін сол жылы 2012 жылы халықаралық байқоңырда өтетін ғылым әлемін ашамыз деген жарыс болды. Соған қатыстық. Одан сол жүлделі 3-ші орын алып келдік. Оқушымыз, дайындаған оқушымыз әйтеуір ғарыш бағытындағы идеяларымыз ұнаған болу керек.
сосын жайлап менде сол жеке өзімде сондай ой қалыптасты. Демек сен өзіңді өзің андай төмен санама, керісінше идеяңды дамытайық. Сол мүмкіншілік көп, мынандай қолдау болып тұрғанда сен енді олардың кісілердің қолдауларын қалай сен далаға тастайсың, саған сенім артып тұрса, сен сол сенімге сәйкес қызмет ету керексің ғой деп, жаңағы сол сенім мүддесінен шығу үшін жаңағы жауапкершілікпен қарау керек болды. Оның енді қараған қағазы бар дегендей, ғылыми жолын рәсімдеу бар, жасау бар. Сонымен сол бүгінге дейін осы жарыстардан қалмай келеміз. Осы мына ОБТ шоуның несімен. Сонымен қатар мына 2013-2014 жылдары, 2015 жылдары республикалық байқаулар болды, жаңағы мына экологиялық бизнес жобалар. Сол 2014-2015-те біздер оқушы екеуміз грант ұтып алдық. Жаңағы баламалы энергетика бағытындағы жобалар болды бір. Басқаша жолмен жаңағы күн мен желге тәуелсіз энергия көздерін өндіру. Сол жөнінде мына Шеврон компаниясының грантына ие болдық. Ол да біз үшін үлкен мәртебе болды. Содан кейін 2016-тан бастап осы мына Теректі ауданына келгелі 2016-тан бастап осы ауданның намысын қорғап келеміз. Сол бұнда да қорғалақан болған жоқпыз. Сол 2017-те мына экспо жылы болдық, енді көрме жыл. Соған байланысты көптеген мына облыстағы республикалық байқаулардағы форумдарға, жаңағы нелерге қатыстық. Мына Қырғызстандағы форумдарға қатысып түрлі тәжірибе жинақтап, бұл тәжірибелеріміз жинақтаған көрген 2018 жылы Өскемен қаласында өткен жарыстарда жүлделі орындардың қатарынан көрінуімізге үлкен көмегін тигізді. Өйткені түрлі жарыстарға тәжірибе алмасудың арқасында ақпарат жинап, соның нәтижесінде біздер жаңағы баламалы энергетиканың басқа бағытын құрастырып, сол Өскемен қаласынан 3-ші орын алдық. Содан кейін 2019 жылы біздер Айдаспанға шығардық деп айтуға болады. Өйткені облыстан 1-ші орын алып кеттік те, мына ғылым әлем нашамыз халықаралық байқауына жолдама алдық та. Сол жылы жаңағы Байқоңыр қаласында 2019-да оқушылар жүлделі 2-ші орын алушылардың қатарынан болды. 1-ші орын жаңағы Астананың несі болды. Назарбаев зияткерлік мектебі болды. Енді Назарбаев зияткерлік мектебі мен жаңағы қарапайым бір шалғай жердегі сонау батыстағы бір ешкімге білмейтін жаңағы мектептен ол шыққан біз үшін үлкен бір не болды. Енді осы әйтеуір Қазақстанға бір үлесімізді қосып жатқанымызға қуандық. Жаңағы балаларға үлкен бір не болды, жетістік болды. Өйткені осының нәтижесінде олар жаңағы оқуға түсуіне себеп болды артынан. Жаңағы сол орын алған Даниял Алтынбек есімді оқушылар сол жаңағы грант қосылады екен, жаңағы неге бал қосылады екен. Сол грантқа ие болды олар. Бүгінгі таңда шәкірттерім сол менің жолымды қуып ұстаздық қызметтерді не істеп жатыр, оқып алып, олар уже бүгінгі таңда түлектер, қазіргі таңда жоғары оқу орнын бітірген түлектер. Сонымен қатар 20-шы жылы карантинге қарамастан сол онлайн байқауда 3-ші орын алдық. Міне сөйтіп жалғасып келеміз. Сөйтіп Павлодар қаласына барып келдік. Тағы да мәрте жалпы тиісті деңгейде марапаттан да қорғалған жоқпыз. Сол жарыстардан кейін мына облыс әкімі Алтай Көлгіновтың қабылдауларында болып әр деңгейде, әр кезеңде сол түрлі жаңағы сыйлықтармен марапатталып, бұл да үлкен мотивация болды. Яғни әңгіме сыйлық емес дегенмен бір назар аударуында болды бізге. Бұл енді өзім ғана емес, жаңағы оқушыларым үшін қуандым. Өйткені оқушылар сол Қазақстанның келешегін дамытатын тұлғалар ғой, біздің капиталымыз. Олар осы қуанып, шын мәнінде отбасы қуанып, сол жаңағы мамандықты қалауына сол осындай бір жарыстарды септігін тигізді деп ойлаймыз. Бұндай жарыстарға қатысқан оқушылар мен өте көп. Жаңағы біз онлайн тұрғыда облыс деңгейінде, аудан деңгейінде жаңағыдай түрлі жарыстарда мастер-класс шеберлік сыныптарын көрсетіп жүрген оқушыларым бар. Бұл енді дегенмен де әлі де аздық етеді. Өйткені біздерде кішкене десе де мынадай осындай жетістіктердің болуына қарамастан осы жерде енді әңгіме басталғасын айта кетейік. Біздерде енді проблемалар да жоқ емес. Мысалы мына аудан деңгейде кішкене мына материалдық қамтамасыз ету, материалдық техникалық база өте мардымсыз, көңілден шықпайды. Мысалы қамтылу деңгейіміз өте төмен. Мысалы мына ең болмаса клей, желім дейді, мысалы пластиктармен немесе мына робот техника құралдармен әлі де болса да кішкене сол осы дұрыс жолға қоюды талап етеді. Өйткені біз қанша дегенмен де былай жетістік деп айтқанмен де кеудемізге, бірақ материал жетпесе сәл қиындау екен. Сен кеудең сайрап тұрады, бірақ қолың жаңағы қысқалау. Енді халыққа дерімізше жайлап шығармашылық орталығының қолдауымен аудандық деңгейде қазіргі Құтқожиева Асима Абылайқызының қолдау көрсетуімен тікелей басшы ретінде
мектебіміздің директорының не мына мектеп басшысымыздың қолдау көрсетуінің нәтижелерінде енді мына көптеген бер жағындағы шағын мына пластикалық бояу материалдары, сосын кейбір двигатель материалдарын алып тұрамыз. Бірақ дегенмен де кең көлемдегі жаңағы осылай әлемдік халықаралық деңгейде біз мақсат етіп тұрмыз қазір. Армандаймыз соны. Енді бүгінгі таңда мына студияға келгенде әріптестермен жаңағы жетістіктеріне қызығып отырмыз. Қызғана қараймыз енді әріптестік тұрғыда игі тұрғыда. Солай деңгейге біз де шыққымыз келеді, қуанамыз. Бірақ кішкене әттегене кейде бір қолдың қысқалығы себеп болады, өйткені оған жарыстарға шығуда үлкен жауапкершілікті және сонымен қатар техникалық бір деңгейдегі жарақтануды қажет етеді. Енді идеялар жарақтанғыларыңыз келсе, белгілі бір жаңағы осы мәселемен айналысатын адамдарға хат жазасыздар ма? Сұратулар істейсіздер ме жалпы? Мына адам мына көре бері қалыптасады дейді ғой. Енді мысалы мына біздер басында кішкене аудандық деңгейден сұрап, мектепшілік деңгейден сұрап, сосын мына облыстық балалар техникалық шығармашылық орталығына келеміз, сол әріптестерден сұрап, жайдап кішкене кем-кетігімізді жамап жүрдік. Енді мысалы бүгін естіп отырмын, жаңағы осылай жайық хаб бар деген, осылай Астана хаб деген орталықтың әрбір қалада филиалдар бар екен. Міне осылармен жаңағы осындай орталықтармен байланысуды біздер енді стратегиялық бір мақсат қойып отырмыз. Енді ертең-ақ уже әріптестік танытып, жалпы менің ойым, осы жерде айта кетейін, тағы да бір ой, идея. Мысалы жайық хаб өте керемет идея, инновациялық орталық. Ол бір автономды өмір сүріп жатыр. Манағы Американың орталығы деген бар, ол да бір керемет орталық, мен өзім олармен де жұмыстанамын. Ол да бір автоном тұрғыда жұмыстанып жатыр. Менің ойымша болашақта бір осылардың арасында, осы ұйымдардың арасында бір ортақ бір ассоциация мен қауымдастыққа бір құрғанын қалаймын. Құруды ұсынамын. Мысалы бір кәдімгідей тек ауызша емес, жаңағы іс жүзінде бір-біріне бір іс тәжірибе алып қолдау көрсететіндей. Мысалы бізде жоғын, мысалы Астана хабтан табылса, Астана хаб жаңағы жайық хаб, сол жаңағы ауылдық жерлерді дамытуға бір азын шоғын болса да бір үлесін қосып жіберсе. Біздерден идея бар. Мысалы Астана хабтың мысалы әлемге танылуына, жайық хабтың әлемге біздер бір қосымша бір көшпелі отырыста идея айтсақ бір семинар барысында, міне осындай идеяны шығарып жіберейік, осылай әріптестік танытып. Оған бір Американың бұрышы мысалы бір идея қосып жаңағы не істесе, міне осы жерде біздер қалай ана бір жеңнен қол, бір жағадан бас дейді ғой. Шығаратындай етіп шығарса, бір күш болып, бір ортақ бір идея тұрғысында дамытатынсақ, ол кезде біздің жаңағы жағдайымызда дұрыс болар еді. Және сонымен қатар біздер жаңағы көп болып бірігіп, әлемдік деңгейде бірге бағындыруға жаңағы бір қадам жасар едік, үлкен қадам болар еді. Бұл ешкім ұтылмайтын қадам. Міне осындай, мен осындай бір студияны пайдаланып, бір сұхбатты пайдаланып, осындай бір идеяны ұсынамын. Және бұл өте жарқын. Бұл тек қана менің өзім үшін емес, бұл көптеген өсіп келе жатқан мына жас жеткіншек буын әріптестер үшін өте таптырмас. Қалада мен көптеген әріптестер танимын, мысалы хабарласып жатады, осындай идея бар ма, немесе сізде осындай бір құрылғылар бар ма, немесе бізде бар, сіздер көмектесіп жібересіз бе деген. Мен осындай бір әріптестердің басын құрып, және сондайда бір басында осындай жайық хаптың болғанын қалаймын, Американ бұрышының болған, оқушылар сарайының болғанын қалаймын. Мен осы кезде сол бірімізде жоғын бірімізден тауып, бірімізде барын бірімізбен бөлісіп өтсек, өте керемет болар еді. Бұл ел үшін өте пайдалы нәрсе. Міне осыған бір меморандумға бір қол жеткізе алады. Бұл болашақта істелінетін болар, өйткені қазір дамып келе жатыр. Міне осындай ойлардан кейін менде осындай ой қалыптасты. Енді мен сол жайық хабпен байланысты мен жолға қоятын болармын деп отырмын. Өйткені бізде осындай жетістікке қарамастан көптеген проблемалар, әсіресе мына материал техникалық база өте бізге керек. Ал былай енді жарқын идеялар өте көп. Жарқын идеяларды жүзеге асыруға біздер бармыз. Көп рахмет ойларыңызға. Қорыта келе бүгінгі подкастымызды мен дейтін мынандай ортақ сұрақ қойғым келіп тұр әрқайсыңызға. Мұғалім ретінде, IT мамандар ретінде, робототехника мамандары ретінде балаға келіп тірелсек те, қандай кеңес берер едіңіздер? Мысалға ата-анаға өзінің жаңағыдай мысалға 5-6 жасар баласын немесе бірінші классқа барайын деп жатқан баласына бір өзінің қабілетін таныту үшін, мысалға робототехникаға бару үшін балада қандай қабілет көріну керек, немесе олай көрінбей ме, сол туралы ойларыңызды айтып жіберіп қорытындыласақ. Енді жалпы бұл подкасттың өте керемет пайдасы, жалпы мана өте көптеген мүмкіншіліктер бар. Жайық хабта, оқушылар сарайында
бірақ бұл байқағаным бір мүмкіншіліктері жетпей жатқан екен. Осы енді подкаст шығарылымынан кейін осы енді барлық ауылдық жерлерде, шалғай ауылдарда YouTube бейне порталы жұмыс жасайды. Содан енді порталға осы шығарылымнан осындай жетістіктер бар екен, осындай керемет мүмкіндіктер бар екен, осы ауылдағы әріптестеріміз естіп, осы қалаға келіп бізбен бірге жұмыстанса екен деп жұмыстануға да шақырамыз алдағы уақытта. Енді сіздің сұрағыңызға оралатын болсақ, жалпы бізде Қазақстанда осы көп жыл болмаған шығар, осы оқушылар сарайы салынып бастады. Әрбір біздің қалаларда, осы Орал қаласында осы биыл 6-шы жыл болған оқушылар сарайының салынуына. Бұл салған кезде оқушыларды әрбір бағытта дайындайды. Яғни оқушылар сарайында 100-ден, қателеспесем, 100-ден астам үйірме бар. Яғни ол қол өнер, спорт, робототехника, сурет, ән, би, шахмат, шашка, одан келгенде футбол да бар, қандай үйірме бар, барғысы келеді оқушы, соның барлық үйірменің барлығы да бар. Кейбірлері бассейнде да бар. Мысалы, сол үйірменің барлығы бар. Ата-ана мысалы өзінің баласын дамытқысы келсе, сол үйірмелерін қазір ата-аналарын былай жасап отыр. 5-6 үйірмеге беріп тастайды балаларын. Сол үйірмен 5-6 үйірмеде жүреді, аннан шығады, футболдан шығады, робототехника келеді, робототехника шығып бассейнге барады, бассейннен шығып шахматқа барады. Осындай керемет мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктердің барлығын пайдаланып, соңында баланың бір қыры ашылады. Мысалы, мен мысалы шахматқа өнерім жоқ екен, мен суретке ыңғайым бар екен деп. Сол кезде ынтасы баланың өзінің белгілі бір қабілеті ашылады да. Мысалы сурет пе, сол сурет бағытына уже кішкене күрделірек үйірмелерде беріп, күрделі жұмыстармен айналысады. Сонда ата-аналарға бір кеңесім, енді оқушыларға да біздің оқушылар сарайына келіңіздер. Біз осы тамыз айының 15-нен бастап қабылдау жүріледі. Осы қыркүйек айынан бастап біздер барлық үйірмелер өз жұмыс жасайды, бастайды. Сол уақытта барлық үйірмелердің қандай үйірмеге барып, тізімін қарап, өзінің оқушыларыңызды беріңіздер. Ары қарай жұмыстану, біздің керемет тәжірибелі педагогтарымыз бар. Ары қарай баламен жұмыстану, сол педагогтардың міндеті. Сол педагогтар ары қарай баланың потенциалын ашып, қабілет қарымдарын қарап, ары қарай жұмыстанады. Енді өзіміздің педагог ретінде кеңесім сол, әрбір үйірмелерге қарап, өзінің қызыққан үйірмесіне, сосын сол үйірмеге қалып, белгілі алдағы уақытта жұмыстану деген сияқты. Көп рахмет. Ниет мырза, сіздің ойыңыз қалай? Енді манағы сөзімді, жоғарғы сөзімді қайталап өтсем, енді ауылдық жерде бізде кішкене үйірмелер саны әзірше аздау болып тұр. Енді ашылып жатыр жайлап өнер бағытындағы. Дегенмен де енді бір нәрсені басты назарда ұстану керек. Жалпы білім жолы енді ол қиын жол дейді, бірақ дегенмен де ол болашағы жарқын жол. Жаңағы білім алған адамның өмірі жарқын. Білім болған адамның жалпы өмірі өте жарқын болады, өзін өзі қамтамасыз ете алады, өз өмірін қалыптастырады деген сияқты. Сондықтан да осы біздер енді сынып жетекші ретінде және пән мұғалімдері ретінде де ата-аналар жиналыстарында қатысамыз мектептерде. Соларда мен өзімнің оқушыларыма, ата-аналарыма да, оқушыларыма да, жалпы сосын жиналыстарда да көбіне айтамын. Жалпы үйірмелер ол бірінші кезекте ол жалпы қай пән болса да, пән үйірме болсын, басқа да үйірмелер, ол біріншіден баланың бос уақытын тиімді пайдалану, сонымен қатар бір белгілі бір арнаға қабілетін бұрумен, сол қабілетін ашумен, қабілеттерін дамытумен жаңа не істейді, айналысатын салалар, бағыттардың бірі. Солардың ішінде IT саласы болсын, техникалық бағыттарда болсын, бұл үйірмелердің және бұл саладағы пәндердің бағыттары баланың болашақта білім дұрыс алуына, сапалы түрде алуына жағдай жасау, сонымен қатар уақытын тиімді пайдалы затпен айналысуына, сосын болашақта мамандығын дұрыс таңдауына жаңа не істеу, себепкер болу. Яғни айтады ғой, өмірде әзіл есебінде айтайын, енді халық арасында кең тараған ғой, екі түрлі нәрседен қателеспеу керек, жар таңдау да, мамандық таңдау деп. Енді жар таңдау енді ол өзінің жекесі, бірақ дегенмен де мамандық таңдау ол міндетті түрде керек нәрсе. Болашақ үшін дұрыс, болашақ наны, өзінің өмірі. Сондықтан да осы салада ненің не екенін айқындап, жаңағы сөзімді тағы қайталап айтайын, ол IT салалар, техникалық бағыттардағы тақырып болғасын, бұл салалардың болашағы өте жарқын. Бұл салалардың наны қазір жүріп, болашақтағы уақытты
осы саласы елестету өте қиын болады, тіпті мүмкін болмайды. Сондықтан осы саланың бағыттарын таңдаған бүгінгі жас буын келешекте өзінің болашағын жарқын етеді, жұмыспен қамти алады, оларға міндетті түрде кез келген жерден уже перспектива көрініп тұрады деген сияқты. Міне осы бағыттарда мен осындай кеңес беремін үйірмелерде. Енді қабілеттер қалай? Жаңа қабілеттерді үлкен спектрдегі ассортиментте бізде жоқ енді біздер. Бірақ дегенмен де баланың жаңа ата-аналарына біздер жаңа осындай ұсыныстар, ақыл кеңестер береміз. Балаңыз неге икемді? Бізде мысалы ерте бастан қабілеттер айқындалып жатқан балалар бар. Мысалы көптеген балалар бар, мысалы жастайынан бірдеңе шұқылаумен айналысады, яғни мысалы доп қуудан гөрі жаңағы шұқылаумен айналысады, айналысумен. Ол баланы мысалы ата-анасы сондай айтып келіп сұхбаттасып, жаңағы көріп, аздан кейін үйірмеге алып, ол үйірмеде содан кейін қабілеті байқалған оқушылар көп болды. Сол сияқты жаңағы сурет салуға құштар бала болды. Сурет салуға құштар баланы мен әдетте жаңағы жазу сызуға өте шеберлеу болғасын, түрлі схемаларды сызуға, сосын жаңағы қолы шеберлеу баланың қасына қосамын. Екеуі ана бала екеуі бір-біріне тандем дейді ғой, жаңағы әріптестік қарым-қатынас схемалармен жұмыстанады. Ана қасындағы техникамен айналысатын бала жалғау бірдеңе сондай мына пайкілеу деген сияқты заттармен жұмыстануға тырысамыз. Және сонымен қатар енді өзім бағытым физика бағыты, STEM бағыты болғандықтан оларға физикалық тұрғыда білімдер ерте бастан қалыптастырып, 5-6 жастардан бастап. Міне уже соның нәтижесінде балалар қалай манағыдай мамандыққа деген бағыты айқындалып жатыр, қабілеттері дайындалып жатыр. Ол ештеңе етпейді. Жаңағы өнер әртүрлі болғанмен де үйрену артық етпейді. Мысалы айтады, жігітке жеті өнерді аз дейді. Жаңағы сондай мысалы ол қолынан олақ істесе де, жаңағы шала салып істесе де, ол қасындағы досымен арқылы ол өмірге бейімделеді. Негізгі бағыты ол андай шеберлікке дәл спец шебер емес, жаңағы сол өмірге қарай бейімдеу ғой, өмірге қарай бейімдеу үйірмелерді. Мен осы бағытына кішкене басым бағыт аударамын. Өйткені бізде жаңағы мына әлеуметтік әртүрлі топтардан шыққан, көп балалыдан, аз қамтылған, толық емес отбасылардан шыққан. Міне осы балалардың мен болашағын жарқын еткім келеді. Балалар, ата-аналарға мен солай айтқым келеді. Жаңағы әрбір баланың дұрыс өмір сүруге, жарқын өмір сүруге қақы бар. Ендеше сол жаңағы солдай балалардың өмірін жарқын етуге, болашағын зор қылуға, ауылдағы тамшыдай болса да үлес қосу біздің парызымыз деп есептейміз. Менің сол осы саладағы мақсатым осы. Мүмкін ол андай Илон Маск тәріздес мықты бизнесмен болып кетпеуі мүмкін. Немесе жаңағы Стив Джобс сияқты мықты IT маман болмай кетуі мүмкін. Бірақ сол салада аз да болса да хабар болып, сонымен қатар жаңағы өз үлесін қосып, өмірден бастысы бір орын тауып кетсе деген тілекті мен үнемі ата-аналарға жаңағы құлақтарына құямын деп отырамын. Және ата-аналар да сол қоян қолды жұмыс істейді. Енді сөзімді қорыта келе айтарым, еліміздегі осы жастардың, еліміздің келешек жастар, еліміздің тұтқасы бүгінгі жас буын. Ал енді сол жас буындың болашағын жарқын еткізуге үлесетін ол ұстаздар қауымы, жалпы қоғам. Олай болса біздер ұстазымыз бар, дәрігеріміз бар, сотымыз бар, адвокатымыз бар, инженеріміз бар, бәріміз бірігіп осы салада баланың болашағын, бала тәрбиесіне, баланың біліміне үлес қосайық. Әсіресе мына тәрбиесіз берілген білім жаңағы адамзаттан қас жау деген тәмсілді біздер үнемі назарымыздан шығармайық. Міне жаңағы тәрбиесі дұрыс болып, дені сау болып, болашағы қалай білімі мықты болып қалыптасқан біздің азаматтарымыз бен азаматшаларымыз бүгінгі болашақта елімізді жаңағы өрісін кеңейтіп, басқа елдермен терезесі тең, терезесі кең ететініне мен сенімім зор. Мен осы салада осы ұстаздық мамандығын таңдағанға өкінбеймін. Осы менің шәкірттерімді жақсы көремін, осы саланы жақсы көремін, және мен осындай саладағы керемет әріптестердің жұмыстарына мен жаңағы сәттіліктер тілеймін. Мына өсіп өркендей берейік дейміз. Енді сонымен қатар мына осы студияны жүргізіп отырған біздің осы қалай мына танылуымызға себепкер болып отырған осындай бір жарыққа шығарған идеяларымыздың ақпарат беріп отырған осындай бүгінгі подкасттың иелері, ұйымдастырушылар, сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Сіздердің мына осы қолға алған шығармашылық жұмыстарыңыз кеңейе берсін. Жаңағы қалай подписчиктер көбейе берсін дейміз, жаңағы заманауи тілмен айтқанда. Жаңағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Әрбір саладағы әріптестеріміз тек жарқын болсын, отбасыларыңызға аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына жерде әріптесім қосыла кетеді, тағы бір айтатын. Енді уақыттың аздығы, негізі айтатын нәрсе көп екен. Біздер бір жобамызды айта кетейін, таныстыра кетейін. Мына әріптесім айтып жатқан, мына шалғай ауылдарда тұрғасын, белгілі бір дәрежеде жарыстар, халықаралық жарыстар немесе іс тәжірибе алмасулар жетпей қалып жатады екен.
сол мақсатта біздер өзіміздің бір жобамызды бастаған болатынбыз. Яғни ол YouTube бейне каналында өзіміздің осы IT бағытын үйрететін, қазақша үйрететін каналымызды ашқан болатынбыз оқушылармен бірге. Яғни ол каналда біздер қазақ тілінде осы робототехниканы үйретеміз. Одан бөлек қазақ тіліне IT бойынша ақпараттар білеміз. Одан кейін 11-ші мектеп түлектеріне профит ориентация дейді, сол бағыт бойынша өзіміздің кеңестерімізді айтамыз. Яғни барлық өзіміздің іш тәжірибелерімізді сол каналда қазақ тілінде жүргізіп отырамыз. Себебі неге қазақ тілінде? Қазір YouTube-та ашып қойсам барлығы ағылшынша, орысша таратылып жатса, ал біздер сол қазақ тілінде өзіміздің қарапайым қазақ балаларына таратқымыз келеді. Енді қазір мына жерде астына жазып кетуіңізге болады. IT Technology Robots деген канал. Сол каналға кірсеңіздер, осы IT бағыты бойынша үлкен қазақ тілінде ақпарат ала аласыздар. Ғылымның бәрі де қазаққа керек. Ғылымның бәрі де қазаққа керек, және заманауи ғылымды қазақ міндетті түрде үйрену керек. Қытайдың немесе Американың баласы үйренген ғылымды қазақтың баласы да үйрене алады, оған оның қабілеті мен мүмкіндігі өте зор. Сондықтан да біздер осы болашақтан үлкен үміт күтеміз. Құрметті қонақтар, көп рахмет. Бүгінгі осындай подкастты керемет еткізіп, сипаттап жаңағыдай IT саласын, робототехника саласын үлкен бір мәселе етіп ашып бергендеріңізге өте қызықты болды. Жетістіктерді естіп тыңдап қуанып отырмын. Басында естімеген жетістіктер екен, бірақ дейтін Орал өңірімізде, аудандарымызда осындай талантты жастардың бар екеніне расымен де шын қуанып отырмын. Сондықтан сізге де жаңағыдай осындай ағартушылық қызмет қой, енді бұл да осындай қызметпен айналысып жүргендеріңізге көп рахмет. Істеріңіз алға бассын, әрдайым жемісті болыңыздар, оқушыларыңызбен мақтаныңыздар. Істеріңіз әрдайым жүре берсін. Құрметті қонақтар, осы сөзімізбен біз бүгінгі подкастымызды тәмамдаймыз. Көп рахмет қарап жатқандарыңызға. Нөл Симлайф подкастымен бірге болыңыздар. Көріскенше.